каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, керемет болып шығатын пицца дайындайтын боламыз. Егер де сіздер менің осы рецептіммен дайындайтын болсаңыздар, сіздерде міндетті түрде дәмді, керемет пицца шығатынына сенімдімін. Ал кеттік, бастайық. Алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге жылы су керек. Сосын 1 шай қасық тұз саламыз. 2 шай қасық қант саламыз. Су міндетті түрде жылы болу керек. Қатты ыстық болса да сіздерде шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан жылы су қосамыз. Үш шай қасық дрожжи қосамыз. Дрожжимізді жақсылап араластырып, бетін жауып қойамыз. Мінекей осылайынан дрожжінің бетін жауып, шамамен 10-15 минутқа қойып қоямыз. 10-15 минут өтті. Достар, қараңыздар, қандай керемет апара шықты бізде. Енді бұнда шамамен 3 үлкен қасықтай шемішкен майын саламыз, сұйық май. Және жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды салып, жақсылап тұрып қамыр илеп аламыз. Шамамен осы видеода көрсетілгенде қамыр шығуы тиіс. Қолға сәл жабысқыш болып келеді. Енді осы қамырымызды жақсылап майлап, бетін жауып, шамамен 40-50 минутқа қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Достар, қазір біз пиццаның салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге мына жерде тұрған ингредиенттер керек болады. Ол кетчуп, майонез, қызанақ және бұл менде мұздатылған тәтті бұрыш. Сосын ірімшік, шұжық және тартылған ет. Бұл менде мантыдан қалып қойған салма, ішінде сәбіз, жуа барлығы бар, сондықтан түкте қоспаймыз. Сосын оны енді пиццаға қазір қосып жібереміз. Алдымен шұжығымыз бен қызанағымызды жіңішке етіп турап аламыз. Енді қызып тұрған табаға сұйық майымызды құйып, біздің тартылған етімізді жақсылап қуырып аламыз. Тартылған етімізді осылай жақсылап қуырып, араластырып аламыз. Мұнда мен ешқандай тұз, бұрыш түкте салмаймын. Себебі мен алдында айтып кеткенде, бұл менде мантыдан қалған салма, ішінде тұз, бұрыш барлығы бар. Етіміздің суы тартылды. Енді тәтті бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді видеода көрсетілгендей майонез бен кетчупты араластырып, соусымызды дайындап қоямыз. Қамырымыз жақсы болып көтерілді. Енді осылай видеода көрсетілгендей бір бөлігін бөліп аламыз. Мен қамырды 3 бөлікке бөлетіндей етіп жасадым. Енді табамызды жақсылап майлап аламыз.
Қамырымызды өздеріңізге қалай ыңғайлы солай жайып аласыздар. Мен алдымен оқтаудың көмегімен, одан кейін қолдың көмегімен видеода көрсетілгендей етіп жайып аламын. Енді біздің соусымызды жағып аламыз жақсылап тұрып. Қамырымыздың үстіне салмасын салып аламыз. Менде ол шұжық пен қызанақ. Енді бұны 180 градуста қызып тұрған пешке шамамен 10-15 минутқа салып қоямыз. Достар, мінекей қараңыздар. Мен жаңа ғана ыстық пештен алып шықтым. Енді пісуге 5 минут қалған кезде осылай ірімшігімізді үккіштен өткіземіз. Мен бұлай істеген себебім, егер сіз бірден ірімшігін салып қоятын болсаңыз, онда кейбір пештер сіздің ірімшігіңізді бір жұмсақ нәзік емес, қатты қылдырып пісіріп тастайды. Сол үшін мен әрдайым осылайынан істеймін. Ал егер сіздердің пештеріңізде пицца пісіруге арналған режим болса, онда бірден ірімшігін басында салып тастасаңыздар да болады. Мінекей, қараңыздар, осы біздің пиццамыз осылай әдемі болып шықты. Енді келесі пиццамызды да дәл солай дайындаймыз. Достар, сонымен біздің пиццамыз дайын болды. Дәмін көрейік. Меніңше өте дәмді шыққан сияқты. Бұл тартылған етпен жасалғаны, енді шұжықпен жасалған ғой. Меніңше өте дәмді шыққан сияқты. Күшті. Жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.